Тарихтың тереңіне тамыр тартқан қос бәйтерегіміз Абжанұлы Шалабай әкемізбен Асатова Күлайхан анамыздың жұлдыздай өшеді деп ойлап бедік. Бірақ уақыт зымырап өтсе де, жүректе жатталған, санада сақталған, бейнелері көмескі абзал жандар еді. Себебі олар бір әулеттің ғана емес, бүтін бір ұрпақтың тәлімгері, елдің арқа сүйер асылдары болған тұлғалар. Әкеміз Әбжанов Шалабай кіші жүз, таз жастабан руынан тараған. Нұрымбетов Әбжанның Алладан сұраған жалғыз баласы. Шалабай әкеміз бір туар азамат, парасат пен пайымның үлгісі еді. Оның әр сөзі салмақты, әр ісі өнегелі болатын. Еліне еңбек еткен, ұрпағына ұлағат қалдырған, мінезінде сабыр, жүзінде мейірім, жүрегінде елге деген риясыз сүйіспеншілік бар еді. Өмір жолын өнеге боларлық ұлықты істермен өрнектеген әкеміз Шалабай Әбжанұлы 1937 жылы 10 қыркүйекте Қызылорда облысы Шаған ауылында дүниеге келген. Жастайынан еңбек майданында шыныққан жан небәрі 6 жасында бидайды қолмен орап, масақ теріп, қырманда жұмыс істеген. 1947 жылы мектепке оқуға қабылданып, білім алуға ден қойған. 1957 жылы ауылындағы Аламесек механикалық транспорттық станциясында 1992 жылы зейнетке шыққанға дейін жұмыс істеген. Жұмысқа аса жауапкершілікпен қарайтын, отбасында үлгілі әке, аяулы отағасы, қосқан жары Күлайхан Асатовамен бірге 6 қыз, 3 ұл өсірген. Отбасының аяулы әкесі Құдай қосқан жарымен 50 жыл отасқан. Ел дамуы үшін ерең еңбек сіңірген, мемлекеттік медальдармен, ордендармен тыл ардагері атағын иемденген. Іңкәрдария ауылында Мыңшоқы деген елді мекенде Таз әулетінің бабаларының бірі Қойсары батыр кесенесін көтеруге зор үлес қосқан. Күлайхан анамыз жүрегі кең, жүзі жарық, жаны таза абзал жан болды. Ол бар ғұмырын отбасына, балаларына арнаған, тіршіліктің ыстығы мен суығына бірдей төтеп берген нағыз аналардың символы еді. Оның сөздері мейірім, көздері шуақ болатын. Балаларына ғана емес, айналасына да жылу сыйлаған, өмірдің мәнін отбасы мен қамқорлықтан көрген ізгі жан еді. Күлайхан Асатова 1947 жылы 30 желтоқсанда Нағи Ильясов ауылында дүниеге келген. 1970 жылдан 1992 жылға дейін зейнетке шыққанша ауылдағы балабақшада қызмет еткен. Екеуі де бұл фәниден өтсе де, артында қалған ұрпақтары мен жұртына мәңгілік із қалдырды. Олардың өнегелі өмірі кітап беттеріне жазылмаса да, жүрек дәптерінде сақталған шежіре. Ондай жандар ұмытылмайды. Қайта жыл сайын рухы биіктеп, қадірі арта береді. Бүгін біз оларға тағзым етіп, дұға бағыштап, рухтарын құрметтеп еске аламыз. Жатқан жерлеріңіз жайлы, топырақтарыңыз торқа, нұрлы мекендеріңіз пейіштің төрі болғай. Анажан, шаңыраққа болдың пана, жамандық қылмаушы едің ешбір жанға. Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда, сағынды ғана сізді баршамызда. Жанана, ұл қызыңның тірек едің, тірі болсаң жарқылдап жүрер едің. Болмасаң да бүгін біздің жанымызда, айтқан сөзің, тәтті күлкің жадымызда. Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы, сағынышпен туғандарды еске алады. Өзіңізбен өткен күндер жадымызда мәңгіге сақталады.